Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Жүзіңнен арай көрдім Имарау жүремін болсам да қаяқта. Бірінші әншінің екінші әншінің сізден кеткенін білеміз. Мерзімі біткен кезде сіздің шабытыңыз өшіп қала ма, әлде бұл жай ғана контракттың бітуі ма? Менің шабытым кеткен жоқ. Продюсер жұмыс істей аламыз деген ойлары болған шығар мүмкін. Оларды таныттым деп. Кеудеме намыс сіргім келмейді. Осы Еркін арқылы, Серік арқылы мен музыкалық продюсер ретінде танылдым. Біраз уақыт өтті ғой, мүмкін қазір құпиялар ашыла ма деген негізі оймен. Ешқандай құпия жоқ. Үйленді, есейді, балалы болды. Қартайғанша дейін менің етегімен намаз оқып жүрмейтін шығар ол. Ары қарай жұмыс істеу мүмкін болмайды, өйткені оның өзінің пікірі бар. Ол есейгеннен кейін бұрынғы мен қалыптастырған Серік, мен қалыптастырған Еркін Мәулен болып жүргілері келмеген шығар. Басқа бір деңгейге шығамыз деген ойлар бар шығар. Мен Еркінді сұмдық бір деңгейге шықты деп айта алмаймын, одан кейін ол керісінше өшіп қалды. Өшті деп айта алмаймын. Өшті ғой. Отбасылы болды, мүмкін уақыты болмаған шығар. Үйін салды дегендей, ол қолына қайтадан сол әншілікті алайын деп жатыр дегенді естідім. Бұрынғы 2009 жылдағы, осыдан 9 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы Еркін Мәулен емес. Қиялдап сені түсімде де көре бердім көзіме менің елес болып келе бердің. Ренжітпеу үшін қалай айтсам екен, Біздікі сөткен әңгіме, ренжітіп айта беріңіз. Кішкене сахналық келбетін өзгерту керек сахнаға шығу үшін. Көріп жатса ағалық бір менің кеңесім кішкене азып, әртіске ұқсағандай келбетке келетін болса, шығуға болады, өйткені ол мықты әнші. Сол Еркіндікіндей бір көп деп айта алмаймын. Диапазонында мықты әнші, қолтаңбасы бар әнші, тек қана сәттілік тілей аламын. Ал Серік ше, ол да дәл солай жоқ болып кетуі мүмкін ба? Екеуінде жоқ болып кетсін деп мен тілемеймін негізі. Өйткені олардың жоқ болып кетуі менің дұрыс жұмыс істемегенім секілді. Еркін мен мүмкін ол менің бірінші тәжірибем болғаннан кейін дұрыс жұмыс істемеген де шығармын. Эфирден арылмаса да, өтекті осыдан да Еркіннің әндері шығып жататын жағдайға жетті негізі. Майталман әншілермен де дуэттер айтылды. Өшсін деген менде ой жоқ. Продюсер ретіндегі атыңыз шығарған Еркін көбірек табысқа кенелткен қайсысы? Серік па? Мынандай болып табыс жинадым деп айта алмаймын. Ақша кетті. Бір өкінетін жағдай, сол ақшаны қайтарып ала алмадым. Мен контрактсыз жұмыс істейтін продюсерлердің бірегейі шығармын мүмкін. Өйткені қазақылыққа көп салынып кетеміз. Бізде Қазақстанда контракт жұмыс істемейді. Кеткісі келген контрактсыз да кете береді. Ол тек қана бір қағаз жүзіндегі жағдай. Бізде Серікпен, Еркінмен де ағалық бауырлық, әкелік балалық контракт болды. Ол контракт бұзылса, анау қағаз жүзіндегі контракттан әлдеқайда қиындау секілді. Бәрібір бір өкпе бар сияқты сізде. Уақыт өтті. Өкпе жоқ. Жібердіңіз. Жібердім. Бақылап жүрмін сыртынан, қарап жүрмін. Алматыда бар жұлдыз жігіттер, Астанада бар мың қыз үміткер. Қазіргі стилі маған мүлдем ұнамайды. Сөккен әңгіме болғаннан кейін, осы жағынан сөйлейін. Бұрынғы Серікке үйреніп қалған қалың халық, қазіргі өзгертілген имиджін мүмкін мойындамай да жатқан шығар. Оған да уақыт керек. Соған бейімдеп жатқан секілді өзінің көрерменін. Қазіргі стильмен сол кездегі 3-4 жылда жазылған әндерді айта қою кішкене келіспейтін секілді. Бір айтайын дегенім, Еркіннің әндері болсын, Маржанмен жазған дуэті, енді ескі ән ғой, жаңағы Ескендір ағамыздың, бірақ оны таңдай білу деген өнер ғой. Бұл нәзік сезім еді, бұл әлде махаббат па? Серіктің әндері өте ұтымды таңдалған дүние. Кім таңдайтын еді? Сіз өзіңіз? Серік болып танылған әндердің бәрін өзім таңдағам. Тақырыбына дейін ақындармен бірге жұмыс істеп, қандай ән болу керек, не жөнінде ән болу керек, бейнебаяндардың көрінісі қандай болу керек, киім қандай болу керек, бәрін 100% өзім таңдадым деп айтуға болады. Ол да маған өзінің бірен-саран әндерімен келді. Ол әндерді жаман емес, өзінің жазған әндері, ақын ретінде, композитор ретінде өте мықты музыканттардың бірі, консерватория тамамдаған. Оның талғамы жоқ деп айта алмаймын. Таңдап берген әнді жүрекке жеткізген оның өзінің кәсібилігі негізі. Жаяу, алыс емес тауымда баяу, мен жетемін ауға.
білімі болғаннан кейін бұл жерде ешқандай сөгетін әңгіме жоқ. Жақсы, сіз жібердім дедіңіз, болды. Серікті де, еркінді де жіберейік. Жаңадан сізге проектілер келіп жатыр екен. Естуім бойынша Райымбек есімді жас әнші жігіт. Томпақтау жігіт қой. Әлде осы жағынан жұмыс жасап жатсыздар ма? Неге кішкене артық салмағы барлар артист бола алмайды? Сіз жаңа өзіңіз еркінге... Білем. Бірақ ол еркін болып қалыптасқан кезде ол шыбықтай әп-әдемі жігіт болған. Негізі қазір әдемі емес деп айта алмаймын. Енді есейгеннен кейін жасы 30-дан асықты. Сондықтан мүмкін сондай келбет болуы да мүмкін шығар. Райымбек сахнаға осы келбетімен шықты. Осы келбетімен ары қарай алып кетеміз. Сондықтан мына жерде Райымбекке бір 30 килограмм салмағымды таста деген шарт жоқ. Алыстағы аппақ сәуле мені де бір есіңе салшы. 1, 2, 3. Ақ жауын басылды жаңа. 7-8 ән жазылып жатыр. Оны тек қана әр әнді жеке-жеке шығармай, бірінші рет айтып отырмын сіздерге, эксклюзив деп деуге болады. Бейнебаянымен және үнтаспасымен бірге Райымбек Сатыбалды деп шығарғым келіп тұр. Сондықтан мынандай кішкене ұзақтау уақыт кеткеннен кейін әр әннің өзінің таңдалуы, өңделуі уақыт алады. Сондықтан оған шыдап жүрген Райымбектің өзіне де рахмет. Сабыр сары алтын дегеннен кейін сол алтынға жететін шығармыз. Оған да ақша құйып жатырсыз ғой қазір. Қайдан алып жатсыз ақшаны? Өзім тапқан. Ешқандай кредит емес, біреуден қарыз емес. Мен миллионер емеспін. Өзімде 4 бала шағам бар. Бірақ бұлақтың көзін ашуға жететіндей ми бар. Ақша емес, ми. Идея қымбат дейсіз ғой? Идея қымбат. Эрик Тасимбек тас продюсер дедік, жаңағы Баян Есентаева сұмдық бас продюсер дедік, Алтынбек Рахметов дедік, алтын продюсер дедік. Бір кездер болды сіздердің дәуірлеріңіз прям жүріп тұрды. Қазір кішкене басқа бағыт, басқа продюсерлер шығып келе жатқан сияқты. Шықты да. Бағыт өзгерсе де өнер өзгермейді. Сондықтан әр бағытта көптеген продюсерлер жан жақтан шығып жатса, ол тек қана тәуекелдеуге болады. Бәсекелік болмаса, біз өспейтін секілдіміз. Бәсекеге қабілетті продюсер кім? Бұрынғы үлкен буын продюсерлар өз қалпында қалған. Эрик Тасимбеков, Баян Есентаева, Қыдырәлі Болманов, Алуа Қонарова, 4-еуін атап өттім. 5-ші білмеймін неге олардың қатарына мен де қосып жүр. Мен олардың қатарына жеткен продюсер деп атай алмаймын өзімді. Гүлзира ханым бар, Ерғали Абдраимов бар, Төреғалидың әкесі бар. Ол жерде кішкене енді семейный подряд болғаннан кейін жанұялық кішкене оңайлау да болатын шығар. Ал қазіргі шығып жатқан жас продюсерлерді атап өтетін болсақ, мені таңғалдырған Ерболат Бедерхан. Өзі Орда тобында болған кезде Орданың өзі жаңа бағыт болды. Орда тобынан шыққан әншілердің бәрі шетінен продюсер болып кететін болса, бір жаңалық алып келетін секілді. Басына құйылған су кірдің бәрін ол бір күні дәлелдейді әлі. Ерболатқа тіл тигізген адамдар қайтып алдына келіп қолын алатын секілді. Қазіргі жасап жүрген жұмыстарын айтын жас продюсерлерінің ішінде Еркебұлан Молдашев бар, БН-нің продюсері. Алмаз Бекіш бар, Әлем Бэндтің продюсері. Жігіттердің өнерге деген талпынысы маған өте ұнайды, өйткені өнерге ешқашан жақын болмаған жігіттер. Ақыл сұрайды, кеңес сұрайды, қалай жасауға болады, не істеуге болады. Бағана идея қымбат деп айтып отырсыздар ғой. Сол орта буын продюсерлердің міндеті шығар қазіргі жас продюсерлерге қаражат жағынан болмаса да, кеңес ақыл жағынан көмектессек, нұрдың үстіне нұр. Сіздің көңіліңізден шықпайтын продюсерлер бар ма? Осы жерде аты жөндерін атап өтпей қояйын мен. Бірақ бар. Олар дайын жобалармен жұмыс істейтін. Сол өзіне келген әншінің қаражатын алып көтерген продюсерлерді мен продюсер деп атай алмаймын. Ешқашан танымал болмаған жас дарындарды алып
атын шығарған ол продюсер. Көңіліңізден шығатын қазіргі таңда 5 әншіні атап бере аласыз ба? Ол үлкендерді қоспай қойықшы, классиктерді жаңа. Мына жастардан айтайық. Басымнан ұстап алған сұрақтардың бірі Қуандық Рақым. Алайда, сен менікі боласың қалайда. БН тобы, Әлем Бендтің қазір біреуді атамай, біреуді атап, ертең сен бізді неге айтпадың деген әңгіме шыға ма деп содан да қорқатын көңілге қарап сізге ештеңе айта алмайды олар. Болашағы зор, ол Баян менің досым болғандықтан емес, Алау тобы, өте дарынды жігіттер. Жастарға Найтиуан жата ма? Иә. Жастарға жатса, сол 5-ші. Ұнамайтындарды сұрамақ қойын ба? Айтпайсыз ба? Айтпаймын. Қазір хайптың заманы болып тұр. Білесіз ғой ол сөзді, иә? Негізгі мағынасы ажиотаж деген сөз ғой. Жаңағы Әлем Бенд, Айжан Байзақованы түсірді клипке, ол да хайпқа жатады. Сіз пайдаланасыз ба осыны? Би алаңында жүрген әншілер, бүкіл әншілер жүрді. Оны хайп деп санауға бола ма, болмай ма білмеймін. Өйткені Еркін Мәуленді Мәдина мен Айгүл Иманбаева клипіне түскен бала кім еді, солай іздеп тапқан. Мүмкін хайп та шығар. Мен хайп деген сөзді өзім жақсы көрмеймін. Қазақтың бір мақалы бар ғой, атын шықпаса жер өртте деген. Мен үшін хайп ол жерді өрттеп атын шығарған. Алмазбекшіге де айттым. Айжанды оған дейін өзім білмеппін кім екенін. Оның инстаграмына ешқашан кіріп те көрмегем, сол бейнебаян түсірілгеннен кейін ғана барып көрдім кім екенін. Инстаграм парақшасындағы суреттерін өзінде білесің, не үшін жас жігіттер ол жерге кіріп жүргенін де білесің. Осы жерде айтпай-ақ қояйық, енді мен ол жаста емеспін, сондай инстаграмға жазылып жүретінім. Айттым, бұл арзандық дедім. Жоқ деді, ол қазіргі заманның талғамы сондай болып тұр. Жарайды, тәуекелден бұл. Сонымен жағын бітті. Ал сіз Райымбекке өзіңізде жүрген ардаққа осындай хайп пайдаланасыз ба? Жоқ. Тырнақшадағы хайп әншілер үшін жақсы ән. Әнді қабылдаса халық. Хайпты емес. Сонда атағы шықты деп ойлаймын. Қыз ұзаттыңыз. Көп болған жоқ. Бір-екі айдан кейін ата болам. Мен соны айтайын деп, бір суретті көріп қалдым деп. Қалай көңіл жалпы не дейді? Ощущение. Қызым ұзатылғанда да, мен қартайдым ғой деген әңгіме болған жоқ. Балаларым өсіп қалды деген, күйеу да үйге келіп тұрады. Өмір бақи келіп тұрған секілді маған. Депрессияға ұшырап, не болмаса қуанып, осыған жеткен бар, жетпеген бар дегенде ешқандай эмоция болған жоқ. Қазірдің өзінде білмеймін, анау кішкентай нәрестені көргеннен кейін мүмкін басқа бір эмоция болатын шығар. Сол кезде сезінетін шығармын. Бұған дәлел де бар шығар негізі. Өзіммен жасты достарым мүлдем жоқ деп айтуға болады. Туыстардан басқа. Құдам менен жасты, енді құдалық әңгіме жүре береді ғой арамызда. Кластастарыммен мүлдем хабарласпаймын. Жанымда өмір бақи сүйген жарым кластасым болғаннан кейін сол да жеткілікті шығар мүмкін. Мен көп табысып сөйлейтін өзім саламдағы адамдармен. Басқа салада жүрген адамдармен мен жақын дос бола алмаймын. Неліктен екенін өзім білмеймін. Сондықтан шығар 50-ге келіп 35-тегі жігітте отырған мына жерде. Ол жігіт жайлы айтпай кетуге болмайтын шығар. Марқұм Руслан Бөлебайды еске алғым келіп отыр. Жалпы сізге өте жақын болды ғой, енді бірге жұмыс істедіңіздер. Сіздің қарамағыңызда жұмыс жасады. Оны да сіз таныттыңыз деп айтсақ болады. Сағынасыз ба? Сағынбаймын. Сағынуға болмайды дейді. Әжемнің айтқан әңгімесі зарлап, сұқтап, жылап, әй шіркін, анау болса ғой, осындай болушы еді деген әңгімені ешқашан айтпа деп сол миымда қалып қойды. Жылама, қайтып алмайсың. Жылағаннан ол тірілмейді. Сағынба, сағынсам бірге кетесің деген әңгімелер миымда қалып қойды. Соны қорыққаннан сағынбайын деп айтпаймын мен оны. Бірақ еске алып тұрам. Туған күні қашан екенін де білем, қайтқан күнін де білем. Соңғы сапарға атқарғанымда өзім осы жерден Алматыдан машинаға салып, 1000-нан астам километр жерді өткенде өзім өкінетін бірақ қана жағдай бар.
ұлттық арнаға әкелмесем мүмкін Қайырлы Қазақстанды жүргізуші ретінде шақырмасам мүмкін осындай жағдай болмайтын да шығар деп кішкене өз-өзімді сөгетінім бар. Сол басқа өзім жүрген арнасында жүре берсем мүмкін ұрынбаушы еді ме деген кішкене ойлар кетеді негізі. Ассалаумағалейкум. Шаңырағын биікке көтеріп, уығын берік шаншыған, керегесін кең жайып, арқаның даласына ақ ордасын орнатқан қазақ елі. Қайтқанына бір 10 жылдай болып қалды. 10 жылдай болып қалды. 10 жылдай болып қалды. Бірінші жылы бір-ақ рет қана түсіме кірді, одан кейін мүлдем жоқ. Кішкентай балапан мысықтардың арасында әп-әдемі болып, сол жағдаймен күліп, сол мысықтармен ойнап жүр. Біреуге айтып жортқан да жоқпын. Ең бірінші рет айтып та отырмын осыны. Білмеймін, бірақ бұл жалт етіп, метеор секілді ұшып кеткен жүргізушілердің бірі. Мүмкін екі жұлдыз болар меді. Әншілігі де болды, жүргізушілігі де болды. Қазақылыққа салынатын болсақ, мүмкін көзді тиген шығар. Ол кезде бұл әлеуметтік желілер болмаған кезде Мой мир, агент деген болды ғой ол кездерде, иә. Бірақ сол Мой мирдің ішінде, өнер адамдарының ішінде ең көп оқырманы болған сол болған. Өкініште бар. Мүмкін мынау ішкі дүниенің ішінде ең бір көрінбейтін жерінде сағыныш та бар шығар. Сол күні аварияға ұшыраған күні ол біздің үйге келіп қону керек болған. Жеңгесі мені жұмыстан алып кеткен кезде машинаға да отырды. Жолшыбай жүріп бара жатқан кезде жоқ, мен қала салайын деді. Гаухар деген досымыз Астанадан келіп қалып, оған звондай қалды сол кездері. Мен Гаухардан ұят болады, қазір кетіп қалсам, кішкене Гаухармен қыдырайын деді. Жарайды деп тастап кеттім. Осыдан да өкініш болған. Мүмкін айтуым керек болған шығар, Гаухар біздікіне келсін деп, өйткені мен де жақсы араластым. Осыны да бірінші рет айтып отырмын негізі. Осы жағынан да өкініш бар. Енді қазір неше түрлі әңгіме айтуға болады, бірақ болған іс болды, бір ғана әмірі. Жазым болып тұр ғой енді. Осы жақын жерде емес пе еді? Гагарина Жамбула. Сол айтқаннан кейін сол жерге бағдаршам қойылды. Оған дейін бағдаршам болмаған ол жерде. Руслан Бөлебай киелі Шиелінің топырағынан түлеп шыққан ол. Ауылында болып тұрам. Жуырда осыдан бір жыл бұрын Руслан Бөлебай көшесі ашылды. Шиелде. Екі сөз айтып отырам. Соны біреуін таңдайсыз. Шоу-бизнес па, той-бизнес па? Екеуін бірге таңдауға болмайды ма? Шоу-бизнес, той-бизнесқа бағытталған. Бәрі соған бағытталады. Тойға бармаймыз дегендердің біреуі де осы жерде айта кетейін, Твиттерға жазып қойған бір інішегім бар, әнші-інішек. Орысша жазған ғой, запарили эти тойские песни. Сосын мен оған ісіміз жазып жердім. Мына жақта бір $500 той шығып тұр. Барып келе аласың ба десем, қай жерге барайын дейді. Сол жерде ұстап алдым. Екеуі де ыстық. Мына жақта ақша бар дейсіз ғой. Жоқ, ақшаға тірелген адам емеспін мен негізі. Егер ақшаға тірелетін болсам, мен контракт болушы еді, кетем деген кезде маған қайтқан ақшамды әкеліп бер, содан кейін жүре бер деген әңгіме болушы еді. Батамды бердім, кетті, болды. Ақ ниетпен жұмыс істедім екеуімен де. Серік Ибрагимов па, Еркін Мәулен ба? Серік ыстықтау шығар мүмкін. Баян Мақсатқызы ма, Алуа Қонарға ма? Қыздың ғой, тістеуікке алып. Баян Мақсатқызы. Продюсер ме, әнші ме? Продюсер бастық болып тұрып, әнші кішкене төмен тұрса, ол ешқашан өспейді. Осы әнді айтасың, айтқың келмесе де айтасың деген продюсерларды білеміз. Санасу керек бір-бірімен. Біреуін ғана айт деп отырсаң, продюсер. Продюсерлік пе, режиссерлік пе? Екеуі де тепе-тең жүретін жағдай негізі. Нақты Алтынбек Рахметовке келетін болсақ, ол көбірек продюсер ма, көбірек режиссер ма? Режиссер. Отбасы ма, жұмыс па? Отбасы. Осыдан 2 жыл бұрынға дейін жұмыс бірінші орында болды. Жан досым продюсерлікте жүрген, сол кезде миымды шұқып тұрып айтты. Алтынбек, это не твои дети. Ты в первую очередь iPhone купил, а должен был своим детям сначала купить. Сол басыма келгеннен кейін, қазір енді отбасы шығар. Демек, сіз осыдан 3 жыл бұрын балаңызға әпермеген айфонды серіктерге әперіп жүрдіңіз ба сонда? Администраторға да,
басқаларына да, өзімде де олардың моделінде айфон болмаған. Бәріміз Алтынбек ағаға барып жұмыс істейді. Жақсы екен ғой кісі. Айфон алып береді. Тұлпар ма, темір тұлпар ма? Тұлпар. Машина айдай алмаймын. Таксимен жүрем. Бірақ қызым да, ұлым да, әйелім де бәрі машина айдайды. Мүмкін малшының баласы болғаннан кейін бе, 5 жасымдан сол сен айтпақшы тұлпарды мініп жүргеннен кейін бе, әр 3 айлық жас сол жайлауда өтіп, совхоздың 300-400 қара малын бағып, 8000 қойын баққан баланың бірімін, негізі білмеймін, ұнамайды маған машина. Кадрдың іші ме, кадрдың сырты ма? Сырты. Райымбек Сатыбалды ма, Ардағали Кешев па? Кейбір кезде екеуін де қуып шыққым келеді. Істегім келмейді. Шоу бизнеста көңіл қалған жағдай өте көп негізі. Әйтеуір бір айтам, дүниетін жағдайлар болып қалған кезде, осы жағдаймен ұйықтап шық. Оянғаннан кейін өз-өзі сұрақ қой, қаласың ба, қалмайсың ба? 1000 рет болды ол сұрақтар. Қалатын болмайды. Үнемі қаласыз? Үнемі қалам. Сұхбатқа келуге де ойланғам, келмейтін. Негізі өзіме сөз берген 1 жылдың көлемінде ешқандай арналарға, ешқандай сұхбат бермеймін, жаңалығым жоқ өйткені қазір. Бірақ дәл сен сөккен әңгімен ютубтан қараған кезде маған ұнады, шынайылығы бар, имандылығы бар. Сол үшін кел. Рахмет сәлем. Сізге рахмет.